Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Мінекей барша Шалқар сайтының жанкүйерлері, экран алдындағы барлық жұртшылық, міне өздеріңіз асыға күткен ағамыздың өнер кеші Үрімжі қаласында керемет табысты, керемет салтанатты түрде аяқталып отыр. Енді мінекей ең соңғы рет концертіміздің нүкте жиырының алдында ағамыздан бір-екі ауыз сұхбат жасауға мүмкіншілік туылып, ағамыз осындай орайды бергеніне бізде төбеміз көкке жеткендей болып отыр. Енді ардақты аға, осындай бізге сұхбат мүмкіншілігін бергеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Енді сайтымыз атынан, Шалқар сайтының атынан сұрақтарды қойсақ, сіз келеді дегеннен бері біз Шалқар сайтымызға үлкен сұрақтар қойылып жатыр. Осылай оқырмандар, Алаштың азаматтары, ардагер ағаларымыз, өнерде жүрген үлкен ағаларымызға шейін сайтымызға жауаптысыздар. Осыларды түйінділеп бір қанша өнеріктеп алып келіп отырмыз уақыт байланысымен. Енді емін-еркін өзіңіздің бір-екі ауыз лебізіңізді білдірсеңіз. Бірінші сұрақ, Қазақстан Республикасының қазақтары мен Қытайда жасап жатқан қазақтарының парқы. Сол жағына тоқталып өтсек. Неден қиын сұрақ? Өзі қазақ қайда барсаң да қазақ негізі ортақ негізгі мінездері жалпы бірдей. Сол дарақы қазақ, сол жомарт қазақ, сол рәсімге түскіш қазақ, сол қонақжай қазақ, сол еріншектеу қазақ, сол мейірімді қазақ, сол жүрегі жұмсақ қазақ, сол жалқаулау қазақ. Рахмет. Ендігі екінші сұрағымыз Қытай қазақтары мен Европа қазақтарының, Европа қазақ мысалы Германия, Түркиядан келген қазақтармен біз Жоңғар Халық Республикасынан барып жатқан, Қазақстанға барып жатқан қазақтардың парқын айтып берсеңіз. Европаға мынау адам сүрген орта, тіршілік еткен жер адамның мінезінде өзіңізін қалдырмай қоймайды. Европада өмір сүріп, сіз кең қолтықтыққа салына алмайсыз. Аштан өлесіз, жұмыссыз қаласыз. Адамды тиянақтылыққа ол қоғам адамды мәжбүрлейді. Ал енді қазақияда тұрғанда ондай бір жағыңды ұртыңа тағатындай бір қиыншылық бар деп айтылмаймын. Сондықтан біршама арқаны кеңге салып өмір сүрген соң, ол кең жерде өмір сүрген адамның мінезімен мына жанталасқан қоғамдағы өмір сүрген адам мінезінің арасы да жермен көктей айырмашылық болады. Енді Европа қазақтарына байланысты айтатын болса, бәрібір өзінің қазақтың қазаққа тән ұлттық сипаты қанша жерден ондай жерде өмір сүргенмен де өзіне тән сипаты қалады. Жолдан жығылмауы, мысалы дүниеге шамадан тыс құнықпау, керек болған жағда жолынан жығылмау мақсатында жалғыз атын сойып тастайтын дарқандық деген нәрсе, ол Европада тұрса да бола береді, ол қазақта қалған нәрсе. Сіз бен біздің әрқайсымыздың жүрегімізде бір нәрсе. Бірақ өкінішке орай бүгінгі мына жаһандағы замандағы замана талабы кейбір нәрселерге байланысты бұл мінезімізді көтермейді. Егер осы мінезден осы мінездің жаман жағынан біз арылмасақ, замана көшіне ілеспей қалу қаупі бар. Өйткені бәсекелестік, конкуренция деп айтады. Қазақ егер мынау замана көшінде атын қамшылап өзінің кәсіби деңгейін көтеріп, тиянақтылыққа жүгінбесе, кәсіби деңгейін шыңдауға жүгінбесе, замана көші, тарих көші етпей қалу қаупі бар. Ал көштің артында шаңышытып қалу ұлт үшін өте қауіпті нәрсе. Сондықтан сөз сөйледі, тыңдаушы сен де сөйл деген сияқты заман өзгерді, қазақ сен де өзгеруің керек. Және бұл заманға сай өзгеруің кейбір қазақтың бойындағы ғажайып бір тұнық қасиеттерден айыру мүмкіндігі бар. Бірақ өкінішке орай әр нәрсенің пайда мен зиянын салыстырған кезде кейде зиянынан қашу мақсатында кейбір асылдарында тәрк етуге адам мәжбүр болады. Түсінікті ме? Түсінікті айтып жатырмын ба? Түсінікті, көп-көп рахмет. Енді осы жақында ғана барша қазақтың жүрегін бір өте бір қуаныш елең еткізген жағдай бар. Ол болса да Қазақстан аты қазақ елі болып өзгереді деген жағдай. Барша қазақтарды жалқаратып бір жаңалық болып жатыр. Осыған сіздің алып қосарыңыз бар ма? Енді бұл түсінген адам үлкен бір адам, бір тарихи бір үлкен сәт деп айтуға болады.
өйткені елдің атауы деген ол аса маңызды. Біз стан дейтін сөз парсың сөз ғой. Стан, түбір астана бәрі сол ғой. Ел дегенді білдіреді. Республика деген ол білесіздер латын сөзінен келген, ол да ел дегенді білдіреді. Қазақстан республикасы дегенде қазақ елінің елі деген сияқты да. Ал енді қазақ елі дегенді орысшаға аударсаңыз, страна казаха дейтін болса, ол кейбір адамдардың шымбайына тиіп қалу қаупі бар. Өйткені біз енді көп ұлт өмір сүріп жатқан унитарлы мемлекет болғанмен, көп ұлт өмір сүріп жатқан мемлекетпіз ғой. Көп ұлтты мемлекет емес біз. Көп ұлт өмір сүріп жатқан унитарлы мемлекетпіз біз. Сондықтан кейбір өзіміздің отандастарымыздың көңіліне де қарау керек шығар. Сондықтан ең бір ұтымды сөз атау меніңше ғана емес. Біраз адам көкейінде тұрған дүние, ол қазақия деген атау. Кәдімгі Норвегия, Швеция, Германия деген сияқты қазақия деген атау әдемі. Ал Пакистан, Ауғанстан, Тәжікстан десе көп жағдайда бір артта қалған елдерге қарағанда көзқараспен қарайтын жағдай жоқ емес. Сондықтан қазақиядан әдемі атауды көріп отырған жоқпыз деп біраз адам айтып отыр. Иә, сондықтан да стан деген атаудан гөрі де жаңағы қазақия деген атау әлдеқайда ұтымды болып көрініп отыр. Талай адамның санасында солай. Сондай санасынан өрнек табатын сөз деп ойлаймын. Ал енді сіздің өз пікіріңізді айтып өттіңіз. Келесі Қазақстан Республикасының өзіңізге қазіргі міндеттеп жатқан қандай міндет қызметтеріңіз бар? Қалай өзіме міндеттеп жатқан? Қазіргі ашығырақ айтқанда сіз Қазақстан Республикасында қандай қызметтерді атқарып жатсыз? Оны сіздер төрешісіздер, енді қайдан білемін. Қолыма келгенде өлгенше адам шаруасы бітті деп қазақ өлді демейді. Қазақ өлді демейді, қазақ шаруасы бітті дейді. Өлмей шаруа өтпейді тіріңде, өзің есің дұрыс болса, өзің елге жұртқа пайдаң тиетін нәрсені өзің іздеп жүріп, тіміс келіп тауып аласың. Ешкім саған осы ресторанға келгендегідей поднос қосап, ыдыс қасап, мен сені ала ғой деп ешкім айтпайды. Керегіңді үлесіңді өзің аласың. Енді қазір көріп жүрсіздер, сұрағыңыз сәл пәл енді қопалау шығып отыр. Бірақ айтқыңыз келген нәрсе мынау шығар, немен айналысып жүрсің дегіңіз келіп отырған шығар. Оқасы жоқ, айта бар. Кешіріңіз, менің айтқан жауабым төркіні Қазақстан Республика министрлік жағынан өзіңізге мемлекет жағынан қандай қызмет етесіз? Бұрын депутаттан болдыңыз. Мемлекет ресми түрде мен ешқандай қызметке тартқан жүктеген жоқ. Мен өзім қауымдастық дейтін нәрсе ол қоғамдық жұмыс болып есептеледі. Сол қоғамдық жұмыста, қауымдастықта қазақтың ұлттық спорттың дамуына үлес қосу үшін сол жерге жұмысқа бардым, сұранып. Мыңда бір рахмет. Бүкіл осы қазақтың ұлттық спортына жан ашитын кәдімгі елбасымыздың інісі генерал Қайрат Сатыбалды дейтін менің досым, бауырым. Соның қолдауымен, соның себебімен ұлттық спорттың тізгінін ұстап отырған жағдай бар. Көкпардан Ашық Азия чемпионатын өткіздік былтыр. 13 жылдың күзінде 9 мемлекеттен қатысты. Қытай, Ресей, Түркия сияқты мемлекеттерден командалар кетті. Қырғызымызды, өзбегімізді, қасымызда тұрған тәжік басқасын айтпағанда. Одан кейін әлемдік бүркішілердің фестивалін өткізді біздің жігіттер. Ол да енді 12 мемлекеттен адам, одан Испанияңыз, Италияңыз, Қытайды, Моңғолияны, Ресейді, Қырғызстан басқасын айтпағанда. Осындай шаруалармен айналысып жатырмыз. Енді келешекте аударыспақ дейтін тақымтарсы кейбір жерлерде ат үстіндегі күрес қой. Сол аударыспақтан Ашық Азия чемпионатын өткіземіз деген арманымыз бар. Жоспарымыз бар. Рахмет. Ал енді осы рухани тұлғалық жағынан араласқан шаруаларыңызды да көптеп көріп жатырмыз. Десе де бағана өзіңіз айтып жатқанда қазақ спорт жағынан біздің еліміздің қазақ спорт жағына қалай қарайсыз? Қазақ спорт жағына? Енді өзім сол жерде жүрсем қалай қараймын, жақсы қараймын енді. Жоқ, біздің осы Қытайдың. Дұрыс. Бұны жақсы. Бағана үлкен байып қалым дейтін баламен бауырым бар ғой, осында соның туған ағасы бар екен. Кім еді? Бағдауыр дейтін жігітпен кездестім. Ол осы өңірде Құлжаны маңында көкпарды дамытуға барынша күш салып жүр екен. Жалпы қазір мына Шыңжаң өлкесіндегі ұлттық спорттың даму қарқыны өте жақсы. Қай жағынан болсын, жалпы мынау Қытайдағы біздің қандастарымыздың
рухани қалын жаман деп айтуға аузымыз бармайды. Өйткені айтыстың өзін ЮНЕСКО-ға Қытай арқылы тіркеп жатқанымыздың өзі үлкен бізге деген бір өнерімізге деген құрмет. Сол сияқты мына бүркітшілік өнері, көкпар өнері, бәйге өнері Жүнгөде өте жақсы дамып жатқанына біз қуаныштымыз. Және ең басты бұл жерде елдің бұл қуаты кеміп қалған жоқ. Потенциал деп айтады ғой. Ішкі қуаты осы жадында, мына генетикалық жадысында қалып қойған. Қазір түртіп азғантай ғана бір қозғау салып жүрсеңіз бүркітіп дамығалы тұр деп ойлаймын. Бет алысы бізге өте ұнамды. Рахмет. Ендігі сұрақ мерекеге қатысты болып тұр. Қазақ ұлттық мереке және біз ұлтымызға жат мереке. Мысалы, енді Қазақстан Республикасына мен бір қанша рет барған кезде де, жаңа жылды тойлаған кезде, Аяз ата, шырша, осындай біздің ошақта халықта жоқ сат бізге жат бір қанша нәрселерді көріп қайтқан жағдайымыз бар. Енді осыған қалай қарайсыз? Енді ол сіңісті болып қалған көптеген нәрсе бар. Ол жаңа жыл дейтіміз ғой, Европа жаңа жылы. Бұл негізі діни мейрам. Бұл діни мейрам таза. Кәдімгі Иса пайғамбарды Құдай деп есептейді олар. Негізінен Құдай емес әрине. Иса пайғамбардың туған күнін Иса пайғамбардың туған күнін тойлаудың өзі қазір Иса алейхисалам туған күнін тойлаудың өзі біздің жалпы дәстүрімізге жат нәрсе, және оны таңып арнайы түрде барынша жаңағы жерде насихат қылуы ол советтің дәуірінен қалған нәрсе бір. Екіншіден жаңа Валентин күні дейтін бар. Бұл нағыз зинақорлыққа бет алған, бүкіл қазақтың ұлттық таным дәстүріне жасалған қасіретті шабуыл. Және жаман шабуыл. Әсіресе жастардың, жас ұрпақтың, мектеп оқушылардың санасын улап жүріп жатқан сондай жойқын жексұрын дүние. Бұған арнайы түрдегі ұлттың тарапынан бір қарсылық болмаса, күрес болмаса, көзі қарақты адамдар әйтеуір демократия дейтін нәрсені сылтау қылып, қазақтың руханиятына ойран салам демесе, бұмен әрбір қазақтың баласы күресуге тиісті дүние. Осыған мейлінше сақ болу керек. Бірақ бір жақсы жері Жүнгөде бұндай проблема жоқ қой деймін. Енді ең соңғы ретке бір қанша сұрағымыз аға. Бұл енді сізбен бір-екі жігіттің яки Шалқар сайтының сұхбат емес, бұл осы Қытайда жасап жатқан бір-екі миллион қазақтың сіздің концертіңізді көре алмаған, сізді көруге арман болған көптеген қазақ кісілер бар. Сол кісілерге біттей болса да, рухани жағынан болса да, біраз жәрдем қылып осындай сұхбатта үйістіріп отырмыз. Сұрақ өзіңіздің жеке басыңыз туралы сұрасақ, екі ұлыңыз бар екен, Америкада оқып жатқан. Осы екі ұлыңыз қалайша сіздің өнер жолыңызды қоймай басқа салаларға кетті? Ол неменеге қуады? Егер өзінде бір лақылдатып соған тіреп тұрған керемет қабілеті болмаса, қажет не? Елдің бәрі болса, не көп қазақта әнші көп. Қазаққа елдің бәрі әнші бола берме? Қазаққа ядерный физик керек, қазаққа жақсы дәрігер керек, қазаққа жақсы энергетик керек, қазаққа жақсы инженер керек. Елдің бәрі сахнаны қуа берген не болады? Ал шынында да әр жағында шіреп тұрған керемет өнер болса, өзі-ақ өнер алып шығады. Мен әуба сәкем менің әрбірден соң әртіс болғаныма қарсы болған. Мен кәдімгі инженерлік оқу оқығам, политехникалық институт металлургия факультетінде оқығам. 86 жылдың желтоқсаны келмегенде мен де өнерге келмес едім. Сол кезде әкемдердің көзқарасы, дәстүрлі көзқарасы, адам сияқты бар ғой, ән қуа бермей, елге жұртқа пайда келтіретін, заводта жұмыс істейтін, халыққа пайда келтіретін, жұмыспен айналыс деген. Желтоқсанда сол кезде оқудан шығарып жүрмегенде мен инженер болып жүруім мүмкін еді. Мен де сол әкемнің көзқарасы маған сіңісті болған дүние. Мен жалпы олардың әнші болғанын, күйші болғанын біледі, олар ән айта алады, олар домбыра тартады, олар абайды жатқа айтады. Олардың әдебиеттен, бүкіл дүниеден хабар бар. Бірақ ұлтқа керек әнші емес қазір. Ұлтқа керек ядерный физик керек. Сол Америкаға жаңағы ядролық физиканы оқып жатыр. Екінші ұлым энергетикті оқып жатыр. Негізі мен қалап едім солардың дәрігері болған. Бірақ өздерінің табиғат тартпағаннан кейін, бірақ нақты ғылымға барғанын қаладым. Және басқаларға соны айтқан боларым. Абай айтады ғой, бойында жоқ бірінің Салтыков пен Толстой, я тілмаш, я адвокат болсам деген бәрін деген сияқты. Елдің бәрінің ойында атақты болғысы келеді. Елдің бәрі әнші, елдің бәрі журналист, елдің бәрі ақшаны көп табатын деген сияқты нәрсе. Ұлтты құтқаратын ол емес, ұлтты құтқаратын дүние, ұлт үшін өте пайдалы нәрсе, ол инженерия. Қандай да бір ұлт даму үшін оның инженериясы даму керек.
Сәтбаевтар 1919 жылы Баянауылда сот топ тұрған жерден сот деген түкірігі жерге түспейтін адам ғой. Сол соттық қызметін тастап, Томбының геология разведочный дейді, геологиялық барлау институтына барып жұмысқа түсті. Неге? Оқуға түсті. Неге десеңіз, қазаққа геолог, инженердің керек екенін білді. Кейін қаншама жыртығынды Қаныш Сәтбаев жамады. Солай ойлау керек. Байтұрсыновтардың, Алашаевлардың ойлаған методологиясы бүгінгі заманда әсіресе қазақияға осы нәрсе басты қажет не деп білемін. Енді өзіңізді ұстаздық үлгі тұтып жүрген, өзіңізге жанкүйер болып жүрген осында жатқан қандастарыңызға ең соңғы рет бір ыстық лебізіңізді, көңіл күйіңізді білдірсеңіз. Бауырларыма қандай еді? Сендерді жақсы көрмесем, сендерді іздемесем, бұл жерге не үшін келді дейсіздер? Сол қазақтардың лебізін көріп бір жүздесу үшін келіп отқан. Мен сіздерді қандасым ретінде, бауырларым ретінде баршаңызға деген менің жүрегімдегі махаббаттың бар екенін біліңіздер. Бір азғантай болса сіздердің бір жақсылыққа бұруларыңызға, жүректеріңіз түкпіріңіздегі бабалардан қалған аманатқа деген дүниеге қастерлеп қарайтын нәрселеріңізге себеп бола алсам, мен бір ісім бітті деп ойлаймын. Сіздерге сондықтан аманшылық тілеймін, елге бірлік тілеймін. Абайдың сөзін тағы да қайталап айтқым келеді. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі дос. Ел боламын десеңіз, ұлттың татулығы бірлігі қажет. Ел боламыз десек, ата-бабаның аманатына деген мынау адалдық қажет. Сондай жақсылықтар тілеймін. Мен сіздерді өте жақсы көремін ағайын. Сіздерге деген менің бойымдағы махаббат ерекше. Сіздердің бақытты болғандарыңызға, сіздердің бай болғандарыңызға, сіздердің парасатты иманды болғандарыңызға өте мүдделі адаммын. Сондықтан Алла жар болсын баршаңызға. Осындағы. Рахмет аға. Бізбен сайтыңызда сұхбатта болған Бекболат Тілеуханов ағамыз. Рахмет.